Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Бүгін YouTube әлеуметтік желісінде актер, Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыздың Нұрлан Қоянбаевты қатты сынға алғанын байқадым. Ол жерде Нұрлан Қоянбаевтың КВН деген құр аржақтан шыққанын және түнгі студия бағдарламасына шақырғанда ол жерде құр уақыт өлтіру, сөз қуу болғандықтан маған лайықсыз деп тауып бағдарламаға бармадым дейді. Нұрланды білемін мен, КВН деген бірдеңеден ыржақтың ішінде жүріп, әйтеуір көзге көрініп, жоғары жақтағыларға сөзі өтіп, фильмге рұқсат алып, қазір бизнес по-казахски, бизнес бірдеңе дегендерді түсірді. Мен біреуінде көре алмадым. Мені шақырды, мен бармадым. Өйткені ол жерде ыржақ. Ол жерде бір сөз қуу, ол жерде бір уақыт өлтіру, сондай бір нәрсеге мен өзімді оған лайық деп есептемедім де бармай қойдым. Бұл жерде менің ойымша, қой асығы демеңіз, қолыңа жақса сақа тұт, жасы кіші демеңіз, ақыл асса аға тұт дейді. Немесе болам деген баланың бетінен қақпа белін бу дейді. Тұңғышбай ағамыз өз кезегінде ағалық ақылын айтса, Нұрлан Қоянбаевты інілік, ізеттілік білдіріп, Тұңғышбай ағамыздың иығына шапан жабармеді. Алта бала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді деген. Ел алдында жүрген тұлғалардың ауызбіршілігі мол болса екен деп тілеймін. Себебі осы кісілердің артынан көптеген жас буын, жас ұрпақ өсіп келеді. Қазақ елі аман болсын, ауызбіршіліктеріңіз ажырамасын. Ал сіздер Тұңғышбай ағамыздың ойымен келісесіздер ме? Комментарийге жаза кетіңіздер.